Сәлеметсіздер ме оқушылар? Отырыңыздар. Бүгінгі тәрбие сағатымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы адал азамат, адал еңбек және адал табыс. Осы үш ұғым біздің адам өміріндегі жалпы ең адалдылықтардың бірі. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың мақсаты оқушыларға адалдық, еңбек сүйгіштік және еңбек арқылы жетістікке жету жолдарын түсіндіру. Адалдық пен еңбектің маңыздылығын ұғындыру арқылы оқушыларды жауапкершілікке, еңбекті қадірлеуге тәрбиелеу. Оқушылар шаттық шеңбердің мақсаты өзіміздің бойымыздағы жақсы қасиеттерді атап өту. Ерасыл. Менің жақсы қасиетім мен осқадым. Сұлтан. Мен бойымдағы ең жақсы қасиетім мен қайраттым, өйткені мен күреске қатысамын. Айырке. Менің жақсы қасиеттерімнің бірі мен білімдім, себебі сабағымды беске оқыдым. Жақсы. Менің жақсы қасиеттерімнің бірі мен патриотпын, өйткені жерімді, елімді жақсы көремін. Аты адал азамат. Адалдық сенім мен сыйластықтың бастауы. Біздің біліміміздің аты адал табыс. Адал еңбек арқылы табылған табыс ең қасиетті берекелі табыс. Жақсы, рахмет. Адал еңбек дегеніміз таза еңбекпен келген табыс. Адал еңбек дегеніміз табыс бақытта келеді. Құрметті оқушылар, біздер постерімізді қорғап болдық. Енді осы тақырыпқа байланысты, өздеріңіздің топтың атауына байланысты қандай мақал мәтел білесіздер? Жақсы. Адал еңбек туралы мақал мәтел. Еңбек түбі береке. Жақсы. Келесі топ бізде адал табыс тобы. Адал табыс туралы мақал мәтелдеріңіз кім айтады? Кім? Ерасыл. Еңбек етсең еңбек тойға қан тіленбек. Жақсы. Тағы да толықтыратын оқушылар. Дарын. Адал еңбекпен жемісті. Жақсы, рахмет оқушылар. Тақтада ұлттық құндылықтарға байланысты сөздер берілген. Яғни біртұтас тәрбиеге байланысты сөздерді жасыл түске апарасыздар, сәйкестендіріп, және ұлттық құндылықтарға жатпайтын, яғни тәрбие бағдарламасына жатпайтын сөздерді сары түске сәйкестендіресіздер. О, ақша, Ерасыл Сұлтан достан келе ойнашы. Ол досым бұл ақшаны қайдан таптың? Шетелде ойланған ғой, онда өзіміз келміз. Ерасыл досым бұл әрекетін жаман болды. Дарын досым сен бұны өз иесіне апарып берсейші. Бұны ата-анасы еңбек адал жолмен тапқан ақшасы ғой. Я, Сұлтан досым, сен дұрыс айтасың. Бұны өз иесіне қайтарып берейік. Біз бір нанын жеп отыр ғой. Адал азамат дос болайықшы. Құрметті оқушылар, бүгінгі сынып сағатымызда қорытындылай келе, адалдық адамның ең құнды қасиеті. Адал еңбек адалдықты іске айналдыратын қасиет. Адал табыс ол еңбектің құндылық ценасы. Осы адал азамат, адал еңбек және адал табыс үш құндылық бір-бірімен тығыз байланысты. Және бұл бізде жарқын болашағымыздың кепілі. Енді оқушылар, сіздерге үйге тапсырма. Осы тақырыпқа байланысты, яғни әр өз топтарыңызға байланысты эссе жазып аласыздар. Эссе жазып келесіздер. Жақсы, бүгінгі сынып сағатына белсене қатысқандарыңызға рахмет.